Қайырлы күн, құрметті математиктер, сіздерге енді сауалымызға шығайық. Бүгінгі сауалымыздың тақырыбы кеңістіктегі екінші беттер беттерінің бірінші бөлімі сабақ. Сауалымыздың мақсаты координаталар жазықтығында кеңістіктегі екінші беттер беттерінің теңдер түрлерімен танысу және оған талдау жасау. Бұл теңдеулер жәрдемімен кейбір есептерді шығаратын болған. Енді бірінші тақырыпшамыз кеңістік беттер аталады. Нақты анықтама өшетін болса, сызықпен барлық нүктелер арқылы өтуші түзулер теңдік беттер аталады. Жалпы өткен сабақта естеріңізде болса, екінші реті қиыс сызық деген теңдеу өте кеткен болатын. Бұл цилиндр дегеніміз екінші реті қиыс сызықтың үш үшемдік координатадағы бейнесі. Және бізде цилиндр бет қалай шығатынын туралы. Бізде қандай да бір М нүктесі бар, және бізде L қиылысу нүктесі. L деген қандай да бір қиылысу, және сол қиылысқа қиылысу нүктесі. Және бізде М дейтін X, Y, Z координатасы анықталатын болса, бізде кез келген нүктесі бойынша бізде цилиндрдің теңдеуі болады. Бізде қандай сандар бар? Екі қиыс сызық нүктеленген және теңдеуін жасаушысы OX цилиндрік бетті анықтайды. Бізде егер OX жазықта эллипс болса, оны бізде эллипстік цилиндр деп аталады. Жасаушы деген табаны қандай болады? Егер табанында бізде эллипс болса, оны бізде цилиндр эллипсоидік цилиндр. Егер бізде жасаушымыз шеңбер болса, оны бізде шеңбер шеңберлік дөңгелекті цилиндр. Бізде мынау парабола. Егер бізде парабола болса, онда бізде параболоидтік цилиндр. Келесі айналып өтсе, кейбір қисықтың өзінің бір жазықта жатқан ось арқылы айналаны пайда болатын айналып өткен. Қиыс сызықты айналдыру арқылы шығаратын біздегі үш өлшемді координата жазықтығындағы беттерді атаймыз. Бізде міне 4-51 суретте қарасаңыздар, бізде O дейтін центр бар, M дейтін қандай да бір сол цилиндрге тиесілі қандай да бір нүкте белгісі. N дейтін нүкте бізде сол қиылысу нүктесі. Бізде ON дейтін екеуі радиус болғандықтан бізде O1M, O1N дейтін теңдік шығарамыз. Бірақ бізде O1N X қосқан Y квадрат, O1N ол Y болып қалады. Біз теңестірсек, Y плюс-минус модульді ашсақ, андай плюс-минус тудасы X квадрат қосқан Y квадрат екен дейді. Енді бізде көмекші Y және Z нүктесін айырылып қоссақ, біз осы теңдеуге ие боламыз. Плюс-минус X квадрат қосқан Y квадрат және Z. Ал егер бізде Y өсімен параллель болса, OZ-пен параллель болса. Y бойынша, X бойынша айналдыруға параллель айналдыру. Ені констық бетте бізде OX, Y, Z тесікте берілген Q нүктесі арқылы өтушілерден берілген L жазықтық сызықпен Q тиесілі L қиылысқанда пайда болатын бет. Бізде суретте иллюстрация ретінде қойып қойдым. Осы констық беттің Q нүктесі бізде түрдесі болып табылады. N дейтін қиылысу нүктесі, сол констыққа тиесілі бір нүкте. Бізде Q нүктесі жаңа айтып өткендей констық беттің түбесі деп аталады. Бізде екі қиыс сызық теңдеу берілген, қиыс сызықты бет берілген X, Y, Z. Олар өзара қиылысады деп қарастырайық. Сонда бізде Q және N нүктелер арқылы өтетін жасаушылардың канондық теңдеуі. Яғни бізде бет қиылысқан кезде бізде
жасаушылардың канондық теңдеуі шығады. Q және N нүктелер арқылы өту деп қарастырамыз жаңағы анықтамаға сүйене отырып. Сонда бізде констық беттің теңдеудің есімін шығару үшін формуласын x1, y1, z1 дейтін шамалардың айырымы қажет. Сонда бізде x, y, z шамаларын байланыстыратын констық теңдеу шығады. Енді біз соны теориялық білімімізді практикалық есепке бекітейік. Бізде мынандай бір есептелген OZ мәнінде айналудан пайда болған кесіп ішіндегі теңдеу жазысын, айналу все айналып бара бойынша бізде эллипсоид мынандай теңдеумен анықталады. Эллипсоид мынандай теңдеумен анықталады деп қарастырдық, және z бізде z арқылы өтпейді, z-ке параллель болады. Сонда бізде айналу болғандықтан бізде ол x және y арқылы жүзеге асады. Біз y болғанда біз x квадрат болса y квадрат қойып қарастырамыз. Бізде А пункт, Б пункті дегеніміз бізде парабола теңдеуі y квадрат z дейтін парабола. Ол z өсімін айналдырғанда шығады бізде. Сонда бізде мынаны өрнекке ауыстыратын болса x квадрат y квадрат. Сонда x квадрат y квадрат y квадратынан ауыстырамыз. В пункті бізде бір қуыс дейтін бар, келесі сабақта қарастырамыз оны. Айналып гиперболаны бізде жорамал осі маңды айналдырған айналады. Жорамал қандай да бір жорамал осыдан соны айналдырған кезде пайда болады. Демек ол z осі парабол жорамал осі болу керек. Сонда оның теңдеуі y квадрат бөлінген b квадрат z квадрат минус c квадрат тең болады. X нөлге тең болады. Сонда бізде формула бойынша біз y-ті алмастыратын болсақ, x квадрат болса y квадрат b квадрат z квадрат бөлінген c квадрат тең болады. Ал бізде в пунктін. Екінші практикалық есеп бізде y тең z түзудің OZ өсі маңында айналуда пайда болатын пішіннің теңдеу салысын фотоға сәйкес теңдеуді шығарамыз. Кестедегі түзудің теңдеуі бізде y минус z, y тең z жаңағы жазып кеттік. Және біз оны сол жаққа көшірсек, y минус z тең нөл, және x тең нөл. Нөл арқылы өтпейді. Сонда бізде OZ өсі маңында айналып тұр, және z-ті біз радиус бойынша x квадрат болса y квадрат жасап қойып, және x квадрат y квадрат z квадрат деген теңдеу шығады. Соңғы практикалық есебіміз төбесі 0,0 нүктесіне бағыттаушы сызығы z s нүктесі жарысында жататын x квадрат бөлінген a квадрат болса y квадрат бөлінген b квадрат еліп конусын теңдеу жазысын. Еліпсін деп бөлінген соған сәйкес біз конустың теңдеуді шығарамыз. Бізде mx y z-дің конустың кез келген нүктесін қарастыратын болсақ, бізде конусын m дейтін жасаушы табамыз. Сол жасаушының еліпсін теріс нүктесі m1 және m1 нүктесін қарастырайық. Сонда бізде канондық теңдеу x бөлінген y квадрат z y бөлінген y квадрат z мысалға есептейтін болса, біз осы канондық теңдеуді қарастырған болатынбыз. Және осы теңдеулерді біз x квадрат y квадрат ретінде біз еліпсін орнап қоятын болсақ, және x1 y1 шамаларды біз шығаратын жасатын болса, z1 теңдесі болады. Сонда бізде x1 z бөлінген s y1 бөлінген y квадрат z тең z болады. Жаңағы z1-ді теңестіріп содан бізде x1-ден біз s шығарамыз. s бөлінген x бөлінген z y тең s көбейтілген y бөлінген z мынаны аяқтаймыз. Өрнекте болатынбыз, және y1 шамалардың табылған мәндері осыны қойып, сонда бізде s квадрат z квадрат x квадрат бөлінген a квадрат s квадрат y квадрат z квадрат b квадрат тең болады 1. Ең соңында біздің теңдеуіміз x квадрат a квадрат болса y квадрат болса b квадрат z квадрат бөлінген s квадрат деген теңдеуді шығардық. Ал бізде жасаушысы еліс болатын конустың жалпы теңдеуі. Сабақтың қорытындысына көшсек, сабағымызда координата жазықтың екінші ретті беттердің теңдеу түрлерімен таныстық және оған талдау жасадық.
қалай жағын, теория жағын қарастырайық және олардың қалай практикалық есеп жүзінде біз оның теңдеудің формуласын шығаруды үйрендік. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика эксперт қауым. Егер видеоны астамай қалдырып кетіп, ана тіркеле кетсе, енді қандай да сұрақтарыңыз бар болатын болса, астына комментарий жаза кетіңіздер. Ал келесі видеомыз сызықтық алгебраның сызықтық трансформация, линейный трансформация деп аталатын тақырып болды. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика эксперт қауым.